Бүгін сіздермен паре-брес пирожный жасаймыз. Ол үшін алдымен заварной тестамызды дайындап аламыз. Сары майды сүтті газге сары майымыз толықтай ерігенше қойып араластырып тұрамыз. Сары майымыз ерігесін, үстіне еліктен өткізілген ұнымызды салып, араластырып, қамырымызды жасаймыз, яғни біріктіреміз. Қамырымызды қайта газге қойып араластырып тұрамыз. Ыдысымызда корочка пайда болуы керек. Газымыздың астын өшіріп, қамырымызды кішкене араластырып, ыстық буын шығарып, үстіне жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен ең төмен жылдамдықта араластырамыз. Дайын заварной тестамызды мешокқа салып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, пергамент қағазына жағып, кейін қалауларыңызша бетіне миндальный слайсы сеуіп шығамыз. Біздің тестамызды 140 градуста алдымен 20 минут, кейін 170-180 градусқа көтеріп, қайтадан 15-20 минут аралығында пирожныйларымызды пісіреміз. Дайын пирожныйларымызды суытып, кейін араб пышақтың көмегімен екі бөлікке бөлеміз. Біздің пирожныйларымыздың іші дәл осындай болып шығу керек. Кейін қалаған кремімізді жағамыз. Мен 500 грамм клейгей мен 150 грамм сахарный пудраны миксерлеп жағып шықтым. Паре-брес пирожныйларымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Пирожныйларымыздың кремі сіңу үшін тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоюды ұмытпаймыз.